Сәлем, Инстаграмда және Телеграмда көп келетін сұрақтарды талқылап отырып, осы видеоны жазатын шешім қабылдадық. Сондықтан бұл видеоның тақырыбы, біріншіден ол бізде японский свечи, екіншіден бізде таймфрейми, үшіншіден трейдингтің жалпы логикасы және оның механизмі. Енді достар, сіздер егерде бұл каналға енді келсеңіздер, өзімді таныстырып кетейін келсеңіз, есімім Жандос Қастаев, трейдинг саласында 5 жылдан артық тәжірибем бар, және соңғы 3 жылдың ішінде осы YouTube каналда біз өте көптеген стратегияларды трейдинг саласын нөлден бастап үйрететін қазақша видео сабақтарды тегін түрде жасаған болатынбыз. Енді тақырыбымызды бастайық. Әзірше сіздер лайк басып, комментарий қалдырып и каналға подписка жасап кетуді ұмытпаңыздар. Японский свечи бұл не нәрсе? Жалпы қараңдар, акциямен айналысатын трейдерлар бар, валютный рынокта және криптовалют нарығында жұмыс жасайтын трейдерлар бар. Трейдинг дегеніміз экономикалық жүйедегі активтердің бағасының өсуінен немесе құлауынан ақша табатын адамдарды айтады. Қайталап айтамын, акция, криптовалюта, валюта, алтын, мұнай бәрібір кез келген жерде трейдинг арқылы сіздер ақша таба аласыздар. Енді трейдердің жұмысы ол в первую очередь осы тұрған графикпен жұмыс жасау, анализ жасап отырып, бағаның қайда кететінін бағытын анықтау керек болады. Байқасаңдар, бізде жасыл түсті және қызыл түсті шамдар бар. Оның атауы японский свечи. Қызыл түсті ол бізде баға құлады, жасыл түсті ол бізде баға өсті. Ол барлығы түсінікті. Одан бөлек осы японский свечиде бізде таймфреймі дейтін нәрсе бар. Кез келген активтің жанында бір уақыт мерзімі тұрады, оның атауы таймфреймі. Егерде біз таймфреймді бір день деп қоятын болсақ, яғни графиктегі әр шамның уақыты бір күн. То есть ойлаңдаршы, каждый свеча бір күн уақытта. Оның түсі жасыл болса, яғни бір күннің ішінде активтің бағасы өсті. Оның түсі қызыл болса, бір күннің ішінде ол құлады. Егерде біз таймфреймді 1 сағатқа қоятын болсақ, яғни әр шамдардың уақыты бізде уже 1 сағаттан дегенді білдіреді. Бір күндік таймфреймдағы свечаны 1 сағатқа ауыстыратын болсақ, ол жерде 24 түрлі свечаға бөлініп кетеді. Былай айтайын, үлкен таймфреймдерден кіші таймфреймдерге қарау, ол тугис картасын ашып қойып, жақындатумен білдіреді. Солай біз сіздермен 1 апталық, 1 күндік, 4 сағаттық, 1 сағаттық таймфреймдерін жұмыс жасап, кез келген активтің бағасы өсе ме әлде құлай ма, соны анықтай аламыз. Енді осы жерде конкретно свечалар жайлы сөйлесейік. Бізде жасыл түсті шамдар, олар төменгі жақтан ашылады да, жоғарғы жағынан жабылады. Ал қызыл түсті шамдар керісінше, олар жоғары жағынан ашылып, бағаны сатып-сатып, төмен қарата кетеді, төменгі жағынан жабылады. То есть қызылдар сатушылардың күші, жасылдар олар сатып алушылардың күші екен. Кейбір кезде сендер шамдардың түрін байқайсыңдар. Қараңдаршы бұл шамдарға. Мысал үшін бізде кәдімгі жасыл, бірақ үстіңгі жағында ұзын бір таяқшасы бар. Таяқша негізіне келетін болсақ, оның атауы тени және ол дейтін жаңағы свечаның жүріп қайтқан жолы. Өздерің қараңдар, бізде баға алдымен өсті, потом аяқ асты сатушылар көбейіп, давление арқылы бағаны төмен қарата құлатып жіберді. Сөйтіп ол бізде төмен кетті. Екінші вариант, керісінше бізде баға құлаған болатын, аяқ асты сатып алушылар пайда болып, давление арқылы бағаның өсуіне ықпалын тигізді. Сол кезде осындай бізде түрі балғаға ұқсайтын молотный свечи пайда болады. Көп жағдайда молот ол бізде уровень поддержкаларда жақсы бір сигнал береді. Төменгі жағында уровень поддержкада молот пайда болса, ары қарата баға өсіп кете алады, яғни өте көп сатып алушылардың және кесірінен. Керісінше сопротивлениеден ол төмен кете алады. Өте көп сатушылар пайда болып, бағаның құлауына әсерін тигізеді. Енді трейдингтің механизмі жайлы сөйлесетін болсақ, достар, ол дейтін бізде былай. Егерде сіздер сделканы жоғары деп ашатын болсаңыздар, баға өскен жағдайда сізге табыс келіп отырады. 10%-ға өссе 10% табыс, 20%-ға өссе 20% табыс. Сіздер кез келген уақытта сделканы ашып жауып отыра аласыздар. Дәл солай және керісінше, егерде бізде баға құлайтын болса, сіздер сделканы төмен деп ашып, бағаның құлауынан ақша таба аласыздар. Бірақ керісінше жоғары кетіп қалса, онда уже минус. Трейдингті 5 мың теңгемен бастауға болады, но желательно 20-30 мың теңге для начала негізінде өте керемет болатын еді. То есть неғұрлым сенде ақша көп, соғұрлым көп ақша табасың деген миф. Керісінше неғұрлым сен көбірек сделка ашасың және көбірек стратегия білесің, соғұрлым сен көп ақша таба аласың. Достар, қараңыздаршы, таныстырып қойын сіздерді, бұл бізде клан дейтін телеграм канал. Бұл телеграм каналдың ішінде біздің команда кез келген бір активтің бағасы өседі ме, әлде құлайды ма айтып отырамыз. Яғни біз 5 жылда тәжірибесі бар профессиональный трейдерлардың сделкаларын сіздер просто қайталап отырып, бізбен бірге ақша таба аласыздар. Сол үшін сіздерге ешқандай анализ жасаудың қажеті жоқ. Бағаның қайда кететінін бағытын біліп керек емес, жай ғана ол жұмысты бізге тапсырып,
біздің берген сделкаларды сіздер де ашып отырып табысқа шықсаңыздар болады. Бастапқы этапта кланда сіздерге 3 видео сабақ беріледі. Бірінші видео сабақ ол брокерлерге регистрация, счет толтыру. Екінші видео сабақ ол бізде сделкаларды ашу, жабу жайлы. И үшінші видео сабақ ол конкретно кланның ішінде болатын сигналдарды қайталау жайлы айтылған болатын. Енді достар, бұл кланға тіркелу үшін осы видеоның астындағы сілтеме арқылы WhatsApp менеджерға шығып, біздің менеджерлерден тегін түрде консультация алсаңыздар болады. Бағасы небәрі 119 000 теңге. Ал сәттілік, каналға лайк, подписка. Рахмет.